Сабақтың тақырыбы қоршаған ортаның ластануы мен Қазақстанның экологиялық мәселесі. Сабақтың мақсаты экологиялық мәселелер мен қоршаған ортаның ластану сұрақтарын шешу бойынша студенттердің адамгершілік, азаматтық ұстанымы мен экологиялық мәдениетін қалыптастыру. Табиғаттың ластануы дегенде біз оған тән емес агенттердің енуі немесе бар заттардың концентрациясының химиялық, физикалық, биологиялық артуын санының нәтижесінде қолайсыз әсер туғызуын түсінеміз. Ластаушы заттарға тек улы заттар ғана емес, зиянды емес немесе ағзаға қажет заттың оптималды концентрациядан артық болуын жатады. Неғұрлым ластаушы зат тұрақты болса, оның қоршаған ортаға жиналу эффекті жоғары. Кез келген ластаушы затты 3 параметр бойынша бағалауға болады. Қоршаған ортаға түсетін көлеміне, улылығына және тұрақтылығы дәрежесіне қарай. Мысал, көмір қышқыл газының қолайсыз эффектісін оның қоршаған ортаға түсетін көлеміне және ұзақ сақталу уақытына, оның жинақталуына, осыған байланысты парниктік эффекттің пайда болуын қамтамасыз етеді. Өндірілетін ресурстардың тек 2-3% ғана пайдалы өнім ретінде қолданылады, ал қалғандары қалдық. Ал адам қызметінің көңіл аударарлық нәтижесі қоршаған ортаға тән емес тірі ағзалар үшін бөтен ксенобиотиктер заттардың шығарылуына жатады. Жыл сайын олардың саны бірнеше мыңға артып отырады. Ластану қоршаған ортаға зиянды заттардың бөлінуін білдіреді. Егер ластану атмосфераға жетсе, ол біз тыныс алатын ауаны былғайды. Ауа ластануының негізгі себептеріне көлік пен жанармайдың жануы жатады. Бұлар ауаға көміртек диоксиді, көміртек моноксиді, күкірт диоксиді сияқты зиянды газдардың қоспасын бөледі. Бұл газдар тікелей қоршаған орта мен денсаулығымызға жедел түрде әсер етіп, астма сияқты қауіпті аурулар мен бронхитке әкеледі. Ауаның ластануына байланысты аурулардан жыл сайын 3 миллионға жуық адам көз жұмады. Ластаушы газдар бұдан да кең тарайтын зиян келтіреді. Олар химиялық реакцияға түсіп, қосымша зиян тудыратын тұмша мен қышқылды жауын түзеді. Күкірт диоксиді мен азот оксидтері секілді газдар жаңбыр сумен әрекеттесіп, оны қышқылды жауынға айналдырады. Қышқылды жауындар өзендерді ластап, балықтарға зиян келтіріп, түрлерді тіршілік ету орталарынан көшіріп, экожүйеге орасан зор зақым келтіреді. Қышқылды жауын өсімдіктер мен ағаштарға жауып, жапырақтардың қорғауш қабаттарын зақымдайды. Ол жерге жауғанда топырақтағы өсімдіктерге қажетті құнарлы заттарды жойып, оларды зиянды заттарға алмастырып отырады. Әктас пен мәрмәр қышқылды жауын әсерінен үгіледі. Ежелгі Грекия мен Римдегі ғимараттар алдыңғы 2000 жылға қарағанда соңғы 50 жылда қышқылды жауын әсерінен көбірек зақымдалды. Көліктер мен өнеркәсіптен бөлінетін азот оксидтері сияқты химиялық өнімдер күн жарығымен әрекеттескенде жер бетіндегі тұмандарға ұқсас фотохимиялық тұмшалар түзеді. Құрамында озон секілді зиянды заттардың улы қоспасы бар мұндай тұмшалар өндіріс газдарына қарағанда адамдарға көбірек зиян тигізеді. Болашақта халық санының өсуіне және жанармайдың көбірек жағылуына байланысты ауа одан да қатты ластануы мүмкін.
Егер біз қоршаған ортамызды мәңгіге ластанудан сақтағымыз келсе, шұғыл түрде экологиялық таза отын түрлері мен энергия көздерін дамытуымыз қажет. Табиғат құбылыстары заңдылықтарына қайшы келетін және оның қалыпты жағдайына нұқсан келтіретін сандық, сапалық және құрамдық өзгерістердің барлығы қоршаған ортаның ластануына алып келеді. Ластану кейде табиғат құбылыстары әсерінен, негізінен адам әрекетінен пайда болады. Қоршаған ортаның ластануы табиғи және антропогендік болып бөлінеді. Табиғи ластану күші табиғи процестер салдарынан, оның ішінде ауаның ластануына, яғни ормандағы өрт, шабындық жерлердегі өрт жағдайлары, гүл тозаңы, бактериялар және желмен ұшып келетін топырақ бөлшектері, нөсер кезіндегі атмосфералық разрядтардан құралған озон, жанартау атқылауы, сел жүру, топан су басу және тағы басқа ластану түрлері табиғи ластануға жатады. Табиғи ластану ол қоршаған ортаға төніп тұрған ластанудың ең басты қатері емес. Ал енді балалар, осы түсінгеніміз бойынша түсіну кезеңінің тапсырмасын орындайық, яғни экологиялық диктант. Мына берілген көп нүктенің орнына тиісті терминді қойыңыздар. Қойып болсаңыздар, дұрыс нұсқасын көрейік. Екінші ластану түрі ол антропогендік ластану. Антропогендік ластану ол адам шаруашылық іс-әрекетінің салдарынан қалыптасады. Антропогендік ластану өндірістік, тұрмыстық қалдықтар мен әр түрлі улы заттардың қоршаған ортаға белгілі мөлшерден тыс шығарылуы, табиғи нысандарды орынсыз пайдалану жатады. Семей сынақ алаңында болған ядролық жарылыстар, Арал өңірінің экологиялық жағдайлары және тағы басқа қоршаған ортаға нұқсан келтірудің айқын мысалы болып саналады. Адамдар өндіретін көптеген заттар атмосфераға таралады. Ластану шаң, газдар мен шайынды сулар немесе энергия сияқты заттардың қоршаған ортаға түсуі. Мысалы, шу мен жылу жеке ағзаның немесе тұтас экожүйенің тіршілік қызметі әрекетінің бұзылуына әкеп соғады. Физикалық ластану бұл қоршаған ортаның физикалық параметрлерінің өзгерісімен байланысты ластану. Физикалық ластану келесі түрде ажыратады: жылулық, жарықтық, шулық және электромагниттік, радиоактивті, радиациялық. Температуралық ластану қоршаған ортаның жоғарғы температурасын жоғары ылғалдылық жайсыздық тудырады. Бөлу-шығару қызметі бұзылады. Жылу өткізгішпен жылу шығару арқылы бөлудің тиімділігі артады. Келесі тапсырманы орындайық балалар. Берілген ауаның ластануы, судың ластануы, топырақтың ластануы пазлдағы қай түрлер жатады? Ажыратыңыздар. Орындап болсаңыздар, рефлексия, нені білмедім, нені үйрендім, нені білгім келеді. Осыған жауап жазыңыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.